Күліп оян Алматы бағдарламасы таныс та бейтаныс Айгүл аспапты ансамблінің осы күнгі құрамымен таныстырмақ. Тек қана қыздардан құралған аспапты ансамбльге бұл күнде Ибрагим Дәрібаев жетекшілік етеді. 70-ші жылдары негізі бүкіл дүние жүзінде, соның ішінде біздің Қазақстанда, Алматыда да әрине вокалды аспапты ансамбльдер пайда бола бастаған. Ол енді Америкада Битлздан кейін өзі бүкіл дүние жүзінде үрдіс болып кетті. Соның ішінде біздің Алматыда Дос Мұқасан ансамбльдері, басқа да атақты ансамбльдер шыға бастағанда, біздің мынау қыздар педагогикалық университетте, институт ол кезде енді институт жемпи дейтін Дос Мұқасан әндері бар, жемпи жаққа барып қайтайық деп жаңа қыздарға. Сол кезден бері Айгүл деген вокалды аспапты ансамбль осы университетте әлі келе жатыр. Ансамбль құрылмас бұрын Қазақстан жастарының жетекшісі болған Өзбекәлі Жәнібеков ансамбль репертуарымен танысып, әсем әндеріне көңілі толған соң, өзі айдай жарқырап, гүлдей жайнаса, нұр үстіне нұр болмас па деп Айгүл атаған екен. Топ құрамы болса, жылдар өткен сайын жасарып отырады. Бұл күнде ансамбльде түрлі аспаптарда ойнайтын 7 бірдей әнші бойжеткен бар. Күнде осы жарысқа дайындалып, бос уақытымызды студияда өткіземіз. Бізге өте қызық студияда, жаңағы әрқайсымыз қыздардың бәрі өнерлі, дайындалып, сол әрқайсымыздың неше түрлі өнерлеріміз шығып жатады осы студияда. Ең алғашқы университетқа табалдырығын аттағаннан кейін кастингке келіп, жаңа гитара аспабында ойнап, осы құрамға қабылдандым. Қазіргі таңда осы құрамда өнер көрсетіп жүргенімізге 3 жыл болды көлемінде. Көптеген республикалық олимпиадалардың, конкурстардың жүлдегері атанды, лауреат атанды. Міне күн ертең біз Есенқұл Жақыпбектің, ақын ағамыздың сөзіне жазылған әндерден конкурс өтейін деп жатыр. Біз осы тобымызбен сол команда болып, сол конкурсқа қатысайын деп жатырмыз. Күліп оян Алматы бағдарламасының көрермендеріне Айгүл ансамблі жаңа әндерін орындап берді. Есенқұл Жақыпбектің ауырмашы жүрек өлеңіне ән жазған ансамбль жетекшісі Ибрагим Дәрібаев. Топтағы қыздар өнерді текке серік етпеген. Оның ұлылығын бір кісідей ұғынады. Әр түрлі аспаптарда ойнап, әуелетіп ән салғанда, құдды бір бұлбұлдар бағында жүргендей боласың. Аспапта ойнап және ән айту. Әйтпесем, жалғыз ғана ән айту емес, аспапта ойнап, ән айтып, соның бәрін бір ансамбльге жинап, соның бәрін бір жерден шығарып, бір ансамбль, вокалды аспапта ансамбль шығарып атқан жағдайымыз мінекей барабандар, бас гитара, соның бәрімен айланысып жатырмыз. Осы университетте қандай мерекелік шара болатын болса, басында Айгүл вокалдық аспапты ансамблі шығамыз. Қаланы да, біздің Алматы қаласында да әйтеуір бір үлкен мерекелік жаңағыдай концерттерге өзімізге лайықты қатысып жатқан жағдайымыз бар. Құрылғанына 40 жылдан астам уақыт болса да, Айгүл аспапты ансамблі жылдан жылға жасарып, өнерлері өрлеп жатыр. Тек қана қыздардан құралған алғашқы және әзірге жалғыз топ. Ғасыр ауысса да, Айгүлдің қыздары жас қалыпында, әндері ел құлағында қалатыны сөзсіз. Құлақтан кіріп бойдалар, әсемән мен тәттігүй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деген Абай. Біз бүгін көріп тамашалаған Айгүл вокалды аспаптар ансамблі әнді абайша сүйіп, жанын жеп айтатындығына куә болдық. Бір сөзбен айтқанда, тамаша таланттар тоғысқан топ екен. Осындай қазақ өнерін насихаттап жүрген бұрынды бойжеткендеріміз барда, еліміздің болашағы жарқын болатындығы хақ. Арман Құдайберген, Елдар Мұқаш, Күліп оян Алматы.